жер шары бар, тартылыс күші бар, атомдардың бір-бірімен байланысы бар деген сияқты. Сонда интернеттен көп ізденіп қараған кезде олардың маған бір құдайдың бар екенін кішкене дәлел сияқты болып көрінетін бір зат. Бұл әлем өте жақсы теңшелген дейді. Мысалы, қалай айтсам, мысалы егерде тартылыс күшінің бір бөлігі егерде басқаша болатын болса, бүкіл әлем осылай тұрмайды. Болмаса бір жаңағы сияқты углеродтың мысалы құрамы сәл кішкене өзгертілсе, онда ол бүкіл әлем осы адамзат болмаса осы бүкіл заттың пайда болуы дегенмен мүмкін емес деп айтады да, ол ғалымдардың айтқаны бойынша. Сонда қалай ол маған просто өзіме қызықты. Себебі олардың айтуы бойынша осы әлем как будто бір адамзат өмірге, жаңағы тірі жан өмірге келу үшін арнайы жасалған сияқты болып көрінеді дейді ғой. Біріншіден ол қай құдайға сенетініне байланысты. Мысалы, всемогучийға құдайға сенетін болса, ол адам бұл аргументті қолдана алмайды да. Өйткені егер солай болатын болса, ол адамды жарату үшін құдайы настройкаға тәуелді болып қалады ше, біріншіден. Егер сенетін құдай шексіз құдіретті дейтін болса, ол жаңағындай адамды жарату үшін алдымен бәрін настройка етіп, сосын запускать етіп, оны қосып қойып, жаңағыдай 9 миллиард жыл шыққанын күтіп отырады деген сияқты. Уақытқа тәуелді емес, сосын жаңағы бәріне құдіреті жететін құдай болатын болса, ол құдайға бұл аргумент келмейді да, бұл fine-tuning деген аргумент қой негізі. Сосын мынандай вариациясы бар да, оның бізде аналогия жоқ. Жаңағы мынау идеальный деп айту, бізде бір-ақ вариант бар, бұл біздің вселенная ғана. Бізде аналогия, мысалы, бір нәрсе идеальный деп айту үшін оны бірдеңемен салыстыру керек та. Егер бізде салыстыратын ештеңе жоқ болса, бізде мысалы сынық домбыраны алайық та, мысалы, мойны сынық домбыра ғана болатын болса, басқа ешқандай домбыра болмайтын болса, біз үшін сол мойны сынық домбыра ол идеал домбыра сияқты көрінеді, өйткені бізде басқа вариант жоқ. Сол сияқты бізде басқа вселенныймен салыстыратын вариант жоқ. Одан кейін мынандай не бар, вариант бар. Қазіргі мультивселенная дегенді білесің ғой, типа гипотеза, мысалы, существует бесконечное количество вселенной дейді, квантовый механиканың интерпретациясы бойынша. Бесконечное количество вселенной бар дейді. Яғни бесконечный вселенныйда бесконечный түрлі нелер бар, жаңағыдай мәндер бар ғой бағанағылардың. Біз соның шексіз болған жерде, егер возможный бір нәрсе болса, ықтимал бір нәрсе болса, оның ықтималдығы қандай төмен болғанына қарамастан, шексіз попытка болса, ол 100% орындалады ғой. Сол сияқты, егер вселенныйлар шексіз вселенныйлар болған болса, онда біздікі солардың біреусі ғана, соның ішінде бір осындай вариациямен шығып қалған нәрсесі. Одан кейін біз жаңағындай бұл жерде пост-хок деген нәрсе бар да, логический. Біз артынан рассуждение жасап отырмыз. Біз өтіп кеткеннен кейін артымызға қарап, мынаның бәрі біз үшін деген антропоцентризммен не жасап отырмыз да, рассуждение. Содан деп ойлаймын менде. Мен тағы да бір гипотеза ретінде ойлайтын, сонда өмірді андай жаңағы адамдар ойлап табады ғой, мысалы ойындар болмаса жаңағы жасанды өмір сияқты компьютердің ішіндегі. Бізді сол сияқты болып жарату мүмкін деген сияқты гипотеза бар да, мысалы. Себебі мысалы неге жарықтың жылдамдығы тек қана осы қанша 300 бірдеңе ұмытып қалдым қазір, бірақ нақты бір жылдамдықта аспайды да, себебі бір тежеу қойып қойған сияқты, бір лимит бар сияқты да, кәдімгі. Жаңағы біз қаншалықты сырт жаққа барғымыз келсе де, мысалы космосты, мен өзім андай ғарыш, ғаламшар сол туралы көп өзім жақсы көремін да сол жағынан. Мысалы сол жарықтың жылдамдығын және біз басқа да әлемдерге баруымыз шектелген да, мүмкін мысалы біз жаңағы ойындар ойлап тапсақ та да, мысалы жаңағы GTA болсын, сол әрбіріне шектеу қоямыз ғой, мысалы ол жаңағы шектеуден асып кете алмайды ешқалай, қалай тырысса да мысалы. Бірақ ол GTA-ның ішіндегі жаңағы персонаж ол өзін мен GTA-да жүрмін деп ойламауы мүмкін да, мысалы. Сол жаңағы персонаж. И бізде де мүмкін осы жасанды біз үшін жасалып қойған осындай бір виртуалды өмір сияқты өмірде біз осындай ешқандай
ешқандай дұрыстап айтқан кезде бір лимиттік бір өмірде жасап жатқан сияқты болып көрілеміз да, және де біз осыны танып білуімізге бір белгілі бір шектеу бар сияқты да. Мысалы жаңағы жарық жылдамдығы болмаса, жаңағы тартылыс күштері болмаса, жаңағы біздің өзіміздің мысалы солнечный система дейміз ғой, сол сияқты біз мына осыдан артық бір ешқай жерге бара алмаймыз ғой егер де былай қарайтын болсақ. Тіпті біз жарықтың жылдамдығынан 3%-ның өзіне жете алмай тұрған кезде, менің ойымша мысалы жаңағы бұл нәрселер как будто бір жасанды сияқты да. Жаңағы тағы да айта кетерлік болсақ, жаңағы гравитация болсын, болмаса жаңағы атомдардың құрылысы, электрондардың нағыз айналып тұрған мысалы өзінің жылдамдығы деген сияқты барлығына бір какой-то бір шектеу бар сияқты. И сонда дұрыс, оны ықтималдық ретінде қалдыруға болады, бірақ әр заманда келесі өткен уақыттарға қарайтын болсақ, ғылымның сол замандағы көзқарасы бойынша бір мүмкін емес сияқты дүниелер болған да, сол замандарда да. Ол заманда өз деңгейіне сай дамыды, бірақ олар үшін де мынау мүмкін емес сияқты дүниелер болыпты, бірақ олар кейін ашылды. Тура сол сияқты біз ғылымның шырқау шегінде тұрған жоқпыз да. Бізден кейін де келетін өркениеттер, бізден кейін де келетін ғылым білім бар. Сондықтан да менің ойымша, ықтималдық бар бағанағы нәрсе, бірақ ол нәрсе кейін дәлелін тапса, ол дұрыс болатын шығар, дәлелін таппаса мүмкін мүлдем басқа дүниелер ашылуы мүмкін ғой, енді көп вариация бар.